Сонымен құрметті достар, бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Мадияр. Біз бүгін Алматы қаласы мына Райымбек даңғылының бойында орналасқан Астравтарға келіп тұрмыз. Мына жерде Алматы қаласы Бесағаш ауылды мекенінде орналасқан екен. Осы трассаның бойында мына жерде гектарлаған жерде автокөліктер тұр. Осының ішінен жағдайы бар, жақсы Камри және де басқа автокөліктерді түсіріп көрсетіп кетеміз. Және ішінде 0% рассрочкамен де бар екен. Достар, арнамызға тіркеліп жазылып, астына лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Еңбегімізді бағалап қойыңыздар. 10 мың подписчиктен асып та санымыз, Құдайға шүкір. Енді 15 мыңға жетсек, сіздерге өтініш лайк басып қойыңыздар. Және достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Айтпақшы, бүгін 31 шілде 2023 кеттік. Бастаймыз. Honda CR-V іздеген кісілерге 2002 жылғы Honda CR-V газ бензин екен. 204 мың шақырым жүрген. 3 миллион 900 сұраған бағасы. Бұлғары салонда екен бұл автокөлік. Тағы бір 2004 жылғы CR-V көріп тұрмыз. Honda CR-V 2.4 қозғалышымен 232 шақырым, 232 мың шақырым жүрген екен. 5 миллион 650 осындай жағдайдағы CR-V'лар, кроссоверлар. Volkswagen Touran назарларыңызда механика қорапта. Дизель дейді, 1.9. 271 мың шақырым жүрген екен. 4 миллион 550 сұраған бағасы. Қималы дискісімен 0% рассрочка деп қойыпты. Төбесінде әдемі рейлингі бар. Автокөлік соған қарағанда универсал екен. Универсал. Алдымызда Chevrolet Tracker 2015 жылғы екен. Бензин 1.8 қозғалышымен 89 мың шақырым жүрген. 7 миллион 300-ге рассрочка деп қойыпты. Төбесінде рейлингі бар. Осындай шағын автокөліктердің бірі. Он 14 жылғы Nissan Juke дейміз ба, Jack дейміз ба. Автомат қораптағы бензин 1.6 қозғалыш көлемімен 127 мың шақырым жүрген. 0% рассрочка деп жазып қойыпты. Тағы да бір Juke'ты көріп тұрмыз. 2013 жылғы Nissan Juke 1.6 150 мың шақырым жүрген. 6 миллион 100 алдыңғы жетек. 0% рассрочка достар. Кімді қызықтырса, осы Астравтаға хабарлассаңыз болады, немесе келіп көрсеңіздер болады. Nissan Qashqai достар, 2013 жылғы Qashqai бензин 1.6 дейді. 226 мың 494 шақырым жүрген. 5 миллион 100-ге, 5 миллион 150 мыңға. 0% жеңілдігімен, рассрочкасымен осындай Nissan Qashqai іздеп жүрген кісілерге осындай варианттар бар. Тағы бір Qashqai көріп тұрмыз. 0% бен 2013 жылға Qashqai автомат қорап бензин 1.6 158 мың шақырым жүрген. 6 миллион 100 осындай түрдегі Qashqai автокөлігі. Сонымен достар, Nissan'дар көп екен. Мынандай 0% рассрочкаға берілетін Nissan'дар өте көп. Nissan Sentra 2015 жылғы 1.6 қозғалыш көлемімен 184 мың шақырым жүрген екен. 5 миллион 750 0% рассрочкаға осындай қою қызыл түсте көріңіздер. Сонымен достар, арасында жаңа көліктерді түсіріп қояйық. Sonata тұр екен. Мына жерде бір 2 Sonata көріп тұрмыз. Hyundai Sonata автомат қораптағы бензин екен. Қозғалышы 2.5 16 мың 537 шақырым жүріп тастаған екен. Жүрілген көліктер. 15 миллион 400 екен сұрап тұрған бағасы мына Sonataға. Қасында тағы бір Sonata тұр. 22 жылғы бұл да Sonata автомат қорап 2.5 15 мың 328 шақырым жүрген.
15 миллион 700 екен. Бұл Сонатаның бағасы. Көріңіздер. Ұнаса хабарласып қойыңыздар. Сонымен достар, мына Астер автода мына әйгілі Камрилар көріп тұрмыз. 2018 жылғы мына Камриді көріп жіберейік. Бензин 2.5 59 мың шақырым жүрген, 12 миллион 990. Бұлғары салон екен. Толығымен бұл автокөлік. Келесі 2015 жылғы Камри. Екі қозғалтқышымен 154 мың шақырым жүрген екен. Алдыңғы жетекті қойыпты. 11 миллион 500. Бұл автокөлік. Келесі тағы бір Камри көріп тұрмыз. 15 жылғы Камри. 2.5 194 шақырым. 194 мың шақырым жүрген екен. 11 миллион 750 жүріп тастаған. 11 миллион 750 бағасы, сұрап тұрған бағасы. Сонымен тағы да бір көлік мына жерде 2015 жылғы Toyota Camry автомат қорапта 11 миллион 200 екен. Бензин, екі қозғалтқышымен қанша жүріп тастаған екен? 193 мың 710 шақырым жүрген екен, достар. Тағы бір Camry. Қатарында тағы Camry. 2012 жылғы Toyota Camry автомат қорапта. Бензин 2.5 қозғалтқышымен 209 мың 660 шақырым жүрген екен. 9 миллион 650 сұраған бағасы, достар. Қатарында тағы да бір Corolla көріп келесі Corolla 10 миллион 600-ге дейді. Бензин 1.6 қозғалтқыш көлемімен 66 мың 39 шақырым жүрген. Тағы бір Corolla көріп тұрмыз. Мына жерде 2017 жылғы Corolla автомат қораптағы 77 мың шақырым жүріп тастаған екен. 1.6 қозғалтқышымен 9 миллион 100-ге. Бұл автокөлік сұрап тұрған бағасы. 2016 жылғы Camry газ бензин 2.5 қозғалтқышымен 154 мың шақырым 214 шақырым жүрген. 10 миллион 600, достар. Сұрап тұрған бағасы. Sonata көлігі 21 жылғы Hyundai Sonata. 2 қозғалтқыш 9195 шақырым жүрген екен. 15 миллион 620 сұраған бағасы. Жиырма екінші жылғы Corolla тұр. Назарларыңызда 14 миллион сұрап тұр екен. Жазып қойып 14 миллион. 1.6 120 мың шақырым жүрген автокөлік. Mitsubishi Lancer 2006 жылға механика қорапта екен, достар. 1.6 қозғалтқышымен 304 мың жүріп тастаған екен. 1 890 деп жазып қойыпты. Бұл да трейдинг программасымен жүреді. Осындай автокөлік велюр салонда. Қималы дискісімен автокөлік. Мына дөңгелегіне шешке шығып кетті. Көріңіздер. Сонымен, достар, назарларыңызда Suzuki автокөлігі жапондық нұсқадағы 2012 жылғы екен. SX4 автомат қорап, 1.6 қозғалтқыш көлем, 241 мың 404 шақырым жүрген. 5.6 сұрап тұр екен бұл. Бұл да рассрочка деп тұр, 0%-бен. Осындай шағын мини автокөліктердің бірі. Қималы дискісімен тұр екен. Ыстық резинада. Бұл автокөлік төбесінде мынандай кішігірім рейлингі бар екен. Осындай жағдайдағы 5 миллион 600-ге көріңіздер. Алдымызда Camry 40 0% рассрочка беріледі деп тұр. Астер автода тұр бұл автокөлік. Алматы қаласында 2008 жылғы Camry автомат қорап, газ және бензин деп тұр екен. 2.4 қозғалтқышымен 327 мың шақырым жүріп тастаған екен, достар. Бүкіл мәлімет назарларыңызда. Велюр салонды бұл автокөлік. Осындай жағдайдағы Camry 40. Қасында тағы бір Toyota Avensis тұр. 2011 жылға бұл да рассрочка беріледі 0%-бен. 7 миллион 250-ге сұрап тұрған бағасы. Бензин 1.6 қозғалтқышымен, салоны велюр емес. Бұлғар екен. 224 мың 864 шақырым жүрген екен. Бұл автокөлік қималы дискіде. Осындай жағдайдағы автокөліктер
Avensis және Camry 40. Тағы да бір екі автокөлік тұрмыз достар. Рассрочкаға дейді 0%-бен. Nissan, екеуі де Nissan екен. Біріншісі Nissan Sentra автомат қорапта 2014 жылға. Бензин 1.6 қозғалыс көлемімен 190 мың шақырым жүрген екен. Так, бұған сұрап тұр 6 миллион 400 екен. 0% рассрочкамен. Қасында қызыл түсте тағы бір Sentra 16 жылғы екен бұл Sentra. Nissan Sentra автомат қорапта бензин 1.6 қозғалыс көлемімен 184 мың шақырым жүрген екен. 6 миллион 400. Осындай жағдайдағы екі Nissan'дар. Сонымен достар арасында жаңа мәселелерді түсіріп қояйық. 2023 жылғы Hyundai Bayon автокөлігі 11 миллион 915 мың дейді. 1.4 65 мың жүрген дейді. 65 мың жүріп тастаған екен да, жүрілген машина. Алдыңғы жетек.